Жұбайыммен Алматы қаласында съемкада танысқам. Екеуміз бір профессияны бітіргенбіз. Екеуміз де Жүргеновтің түлегіміз. Ол гример саласында болған, мен кинооператор саласында болып. Ең алғаш рет көргенде құтырып қалған, кішкене сөйлеп қалған сондай бала болып көрінді. Ал маған өзіме негізі скромный балдар ұнайтын. Әйелімнің қасиеттері өте қарапайым. Адамды бірден танымайды екенсің. Съемкада уже бір-бірімізді жақынырақ біле келе. Әрине бірінші ол бастадық адамды. Бір-бірімізге деген сенімділік, бір-бірімізге деген сыйластығымыз. Осы жүріп жүрген кезде де бір грамм ұрысып көрмедік біз бір-бірімізбен. Ондай қалжыңдасып тиісіп не істеймін, соны күлкі немен жабылып кете беретін. Мен түсіндім. Шынымен де мен өз адамымды жолықтырғаныма. Өйткені мен ол кісіден байқағаным қамқорлық, жылулық. Тек мен дейді, ол өзін ғана ойламайды, мені ойлайды. Саған не керек, не жейсің. Мен туралы білгісі келеді. Таныстықтың басында мені ғана сұрады. И соған қарап мен ойладым. Мен үшін осы кісі бәріне барады. Жұмсақ, мейірімді, кеңпейілді, мінезі өте сұлу. Адамның мінезі сұлу болу керек. Өзі де сұлу, мінезі де сұлу. Мен шындай айтсам қуанамын. Бұл адам жолықтырғаныма. Біз пикмейміз десең. Махаббат деген ұғымды мен өзім үшін емес, бір-біріміз үшін өмір сүру деп түсінем. Және сенімділік ең бастысы. И әрине жақсы көру. Мен осы қызға қатты ғашық болғаннан сол үйленуге бір қадам бастым.